Ертеде қалың жасыл орманда жан-жануарлар тату өмір сүріпті. Бір күні қатты жел тұрып, алып емен ағашы гүрс етіп қалып түседі. Ағаштың түбінде жаңғақтар мен саңырау құлақтар шашылып жатады. Оны бірінші болып кірпі көріп қуанады. Қандай керемет, бұны жинап қоймаға апарсам бәріне азық болады. Тоқта, мен бірінші бұл ағашты көрдім. Демек барлығы да менікі. Бірақ мен бірінші алдым ғой, мен барлығымен бөліскім келеді. Бөлісу? Неге мен барлығымен бөлісу керекпін? Мұнда не болып жатыр? Тек сөзбен шындық табылмайды. Барлығын өз көзіммен көрейін. Бұл ағашта, оның сыйы да жалғыз біреудің меншігі емес. Ол бәрімізге ортақ. Кірпі еңбектенді, әрі бөлісуді ойлады. Бұл жауапкершілік. Ал түлкі бәрін өзіне алғысы келді. Бұл әділдікке жатпайды. Мен қателестім, кешіріңдер, мен өзімді ойладым. Қателесу қорқынышты емес, одан сабақ алған маңызды. Әділдік орманның тірегі, жауапкершілік оның жүрегі.